Шығарылымды жалғастырамыз. Қызылорда қаласының мамандандырылған әкімшілік сотында төтенше жағдай режимі мен карантиндік шектеулерді бұзылу санатындағы 471 іс келіп түскен. Оның басым бөлігі дүркіретіп той өткізу мен белгіленген уақыттан кейін жұмыс кестесін кафелерге қатысты болып отыр. Пандемия кезінде сот саласының жұмысы жаңаша бағытқа көшіп, сот процестері онлайн форматта өтуде. Жуырда ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан Республикасы судьяларының 8-ші съезі өткен еді. Онда соттарға қойылған міндеттер пандемия кезіндегі сот қызметі, сот жүйесіндегі жаңа технологияларды енгізу мәселесі көтерілді. Сот жүйесіндегі жүргізіліп жатқан реформалардың мақсаты ашық қоғам қалыптастырып отырып, әлеуметтік құқықтық жүйені жетілдіру, азаматтардың сотқа сенімділігін, сот әділдігіне қолжетімділікті арттыру болып табылады. Жасалып жатқан ізгі бастаманың барлығы халық үшін. Сот саласында қолға алынған жаңа реформалардың соңғы жаңалықтарында барлығы көпшіліктің игілігіне қызмет жасауда. Даже 20 жылдай уақыт болған. Жағдай режимі кезінде тиісті талаптарды орындамағандарға 7.866 мың теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынған. Сондай-ақ антисептикалық затты құжатсыз сатқан құқық бұзушыға 40 мың теңге көлемінде айыппұл белгіленген. Тағы бір алаңдайтын жайт, соңғы уақытта мас күйінде рөлге отыратын жүгенсіз жүргізушілер көбейген. Қазіргі таңда Қызылорда қаласының мамандандырылған әкімшілік сотына 2020 жылдың 20 қарашасына дейін 4859 әкімшілік іс келіп түскен. Жалпы бүгінгі күнге дейін келіп түскен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің өткен жылдың 11 айымен салыстырғанда 1058 іске немесе 18%-ға азайғаны байқалады. Келіп түскен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің саны азайғанымен, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608 бабы, яғни жүргізушінің көлік құралын алкогольдік есірткілік, уытқұмарлық, масаң күйде басқаруы санатындағы істер 157 іске көбейіп отыр.